Бүгін үйге қонақтар келеді. Осылай дастархан жайып жатырмыз. Барлығымыз жабылып, ет асып, құрдақ жасап. Мына жақта бізде балық қуырып жатырмын. Бешбармақ және қонаққа беретін қойдың басы. Ал мында ене келін жұмсайтын еді. Мама ет осып тұздап жатыр. Не жасайын деп жатсыз, айтыңызшы. Қазыға дайындап қойдым, тұздап, бұрыштап, неке ішегін бәрін жуып тазалап қойдым. Осыған қаздырамыз, одан кейін барып қуырдаққа неке ет асылып жатыр. 2 морозилке толтырып, етті тұздап салып қойдым. Енді қалғандарын тұздап жатырмын неке. Негізі сен де 2-3 бала шағалы боласың, осының бәрін өзің істейсің. Басқа келіндерге де 2-3 бала шағалы болса, осылай өзім бәрін тұздап беретінмін. Неке бардың арасын тілшеге осылай әдемілеп тұрып, тұз себеміз. Сосын оны қан сорықтып, кептіріп алсаңыздар өте дәмді болады. Осының бардың көзімнің қырын салып қарап жүрсің ғой, кейін өзің істейсің осының барын. Пока бір бала ғой. Болды. Енені үстіп жұмсай бересіздер ғой. Қалай жұмсау, не істе десе, көңіл тапса бәрі істейді депші.